Бүгін біз сарымсақтың денсаулыққа тигізер пайдасы туралы сөйлесеміз. Бұл табиғаттың керемет сыйы, түрлі аурулардың алдын алуға көмектесетін күшті құрал. Сарымсақтың құрамындағы пайдалы заттар. Сарымсақта аллицин, селен және күкірт қоспалары бар. Бұл элементтер иммунитетті нығайтады, бактериялар мен вирустарға қарсы тұруға көмектеседі. Сондай-ақ сарымсақта F6 дәрумені, С дәрумені және антиоксиданттар көп. Сарымсақтың негізгі пайдасы. 1. Иммунитетті нығайтады. Сарымсақ ағзадағы қорғаныс жүйесін белсендіреді. 2. Жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алады. Қан қысымын төмендетуге және холестерин деңгейін реттеуге көмектеседі. 3. Антибактериалды және вирусқа қарсы әсері. Сарымсақ бактерияларды жоюға және вирустарға қарсы тұруға қабілетті. 4. Ас қорытуды жақсартады. Асқазан мен ішекке пайдалы артық газдар мен ауырсынуларды азайтады. Сарымсақты қалай қолдану керек? Сарымсақты шикі күйінде тұтыну ең пайдалы әдіс. Күнделікті 1-2 түйір сарымсақ жеу жеткілікті. Егер сарымсақтың иісі мазаласа, оны лимон немесе балмен қосып жеуге болады. Дайын тағамдарға сарымсақты соңынан қосқан дұрыс, себебі ол жоғары температурада кейбір пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Қорытынды. Табиғи емдік қасиеттері бар сарымсақты күнделікті ас мәзіріңізге қосыңыз. Бұл сіздің денсаулығыңызды сақтауға көмектеседі. Біздің арнаға жазылып, пайдалы ақпаратпен бөлісуді ұмытпаңыз.